Қайынатама еркек ретінде қатты қызыққанымнан болды. Әңгімені бастамас бұрын қазақша арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен өмірден алынған арнасы, тек қана өмірде болған оқиғаларды ғана жариялайтын арна. Ендеше, әңгімемізді бастайық. Мен бұл әңгімені өзімді ақтау үшін емес, жүрегімдегі ауыр түйінді тарқату үшін жазып отырмын. Өйткені адам кейде өзі күтпеген сезімге тап болып, соның алдында әлсіздігін мойындауға мәжбүр болады. Мен жас келін болып түскен шағымда жаңа отбасының тәртібін, үлкендердің орнын, өз шекарамды үйренуге тырыстым. Қайынатам сабырлы, көп сөйлемейтін еді, бірақ сөзі салмақты адам. Үйдегі барлық мәселе оның бір ауыз сөзімен шешілетін. Мен оны әрдайым әке орнына қойып құрметпен қарадым. Күндер өтіп жатты, күйеуім жұмыс басты, үйге кеш келетін. Ал қайынатаммен бір шаңырақта тұру бізді жиі әңгімелестіретін. Ол кітап оқитын, тарихтан, өмірден көп білетін. Кейде ас үйде шай ішіп отырып өткенін айтатын. Мен үнсіз ғана тыңдайтынмын. Сол сәттерде оның ойының тереңдігіне, өмірге деген байыпты көзқарасына қызыға бастадым. Басында бұл тек сыйластық деп ойладым, бірақ уақыт өте келе өз жүрегімде бір бөтен толқудың пайда болғанын сездім. Мен ол сезімнен қорықтым. Өйткені ол менің қайынатам, күйеуімнің әкесі, отбасының тірегі. Мен өзіме қайта-қайта сұрақ қойдым, бұл не сезім? Неге бұлай болды? Жауабын таба алмадым. Кейде оның дауысы естілсе, жүрегім жылдам соғып кететін. Кейде көзқарасыма байқаусыз түсіп қалса, өзімді ыңғайсыз сезінетін. Бірақ ол ешқашан шекарадан аспады. Бір ауыз артық сөз айтпады. Барлық артық сезім менің ішімде ғана болды. Ішкі арпалыс күннен күнге күшейді. Түнде ұйықтай алмай, өз-өзіммен күресетінмін. Менің тәрбием, ар-ұятым бұл сезімді қабылдамады. Себебі бұл сезім дұрыс емес екенін ақылым жақсы түсінді. Мен өзімді кінәлі сезіндім. Тіпті өзімді жек көріп кеттім десем болады. Бір күн айнаға қарап тұрып өзіме қатты айттым. Сен анасың, келінсің, әйелісің. Сенің өз жолың бар. Сол сәтте көзіме жас келді. Мен бұл сезімді ешкімге айтқан жоқпын. Күйеуіме де, құрбыма да сырғылмадым. Себебі бір ауыз сөздің өзі үлкен отқа айналуы мүмкін екенін білдім. Мен үшін ең маңыздысы отбасымның тыныштығы, баламның болашағы еді. Сол үшін өз сезімімді тәрбиелеуге шешім қабылдадым. Қайынатаммен арадағы әңгімелерді қысқарттым, мүмкіндігінше арақашықтық сақтадым. Өзімді жұмысқа, балаға, үйге көбірек арнадым. Уақыт өте келе жүректегі артық сезім баяу-баяу басыла бастады. Мен оның адам ретіндегі жақсы қасиеттерін әке бейнесіне ауыстырып, санамда махаббатымды басқа орынға қойдым. Бұл оңай болған жоқ, бірақ мүмкін екеніне көзім жетті. Кейде адам өз сезімнің құл емес қожайыны бола алатынын дәл осындай сәттерде түсінеді екен. Мен де соны түсіндім, үйрендім. Жылдар өтті. Қазір артқа қарап отырып, сол кезеңді үлкен сабақ ретінде қабылдаймын. Егер сол кезде әлсіздікке беріліп, сезімнің соңынан ерсем, бір емес бірнеше тағдырды быт-шыт етер едім. Қайынатамның абыройын, күйеуімнің сенімін, өз қадірімді жоғалтатын едім. Ал ең жаманы, баламның алдында жауап бере алмай қалатын едім. Бұл әңгімеден мен жастарға айтатыным, сезім адамға берілген сынақ. Ол әрдайым дұрыс бағытта бола бермеуі мүмкін. Бірақ адамды адам ететін нәрсе сол сезімді басқара алу, шекараны білу, жауапкершілікті сезіну. Әрбір қадамның салдары бар екенін ұмытпау керек. Отбасы ол аманат. Оны сақтау үшін кейде өз ішіндегі артық сезімнен бас тартуға тура келеді. Бұл әлсіздік емес, керісінше нағыз күш, себебі арды сақтау ең үлкен ерлік. Сол уақыттағы әр күнім бір-біріне ұқсас болса да, ішкі күйім алай-дүлей еді. Таңертең баламды оятып, асын беріп,
Үйдің түрлігіне кірсем, ал ішімде бір дауыс тыным бермейтін. Ол дауыс мені жазғырмайды, бірақ сұрақтың астына алады. Неге дәл осы адам, неге дәл осы кезең, неге дәл мен? Бұндай сұрақтардың жауабы болмайтынын білсем де, ойымнан кетпейтін. Кейде адам өз сезімін тыңдамағанмен, оған қалай жауап беретінін өзі таңдайды екен. Қайнатамның өмір жолын тыңдаған сайын мен оның тағдырындағы қиындықты түсіне бастадым. Жастайынан еңбекке араласқан, отбасы үшін өзін ұмытқан, ешқашан шағым айтпаған. Осындай ер адамдарға тән сабыр мен жауапкершілік мені бейсаналы түрде тартыпты. Бұл махаббат емес, бірақ адамдық қадір қасиетке деген қызығушылық деп ойлаймын. Осыны түсінгенде өзімді сәл жеңіл сезіндім, себебі мен біреудің еркек ретіндегі тартымдылығына емес, еркек ретіндегі тұлға ретіндегі беріктігіне қызыққанымды мойындадым. Мен өзіме бір шарт қойдым: қайнатамды тек әке бейнесінде көрем. Оның әр сөзі, әр ісі үлкеннің ақылы ретінде қабылдану керек. Осы ойды санама қайта сіңіре бердім. Адам миы үйренгіш келеді. Уақыт өте келе осы жаңа көзқарас қалыптасты менің миымда. Бұрынғы толқу орнын тыныштық басты. Мен өзіме деген сенімді қайтадан қалыптастырдым. Кейде сырт көзге бәрі дұрыс сияқты көрінеді, бірақ адамның ішкі әлемінде үлкен соғыс жүріп жатады. Ол соғысты ешкім көрмейді, ешкім бағаламайды, бірақ сол жеңіс адамның бүкіл болашағын өзгертуі мүмкін. Мен үшін де солай болды. Мен ішкі соғыста жеңдім деп айта алмаймын, себебі мен арды таңдадым. Қазір мен жас келіншектерге, жас аналарға қарап отырып, олардың да түрлі сынақтан өтетінін түсінемін. Өмір тек ақ пен қарадан тұрмайды, арасында сұраймақ көп. Сол аймақта адасып кетпеу үшін адамда ішкі компас болу керек. Ол компас тәрбие, иман, жауапкершілік. Егер осы үшеуі болса, адам кез келген сезімнің де алдында тоқтай алады. Бұл әңгімені жазу мен үшін оңай болған жоқ, бірақ шындықты айту кейде емдейді. Мен өз басымнан өткенді бөлісу арқылы біреуге ой салсам, бір жас адамды қателіктен сақтасам, мақсатым орындалды деп білем. Себебі әрбір дұрыс таңдау болашаққа салынған берік іргетас. Отбасы ішіндегі қарым-қатынас өте нәзік жүйе, бірақ артық қимыл, бір ойсыз сөз бәрін шайқалып тастауы мүмкін. Мен осыны кеш түсіндім. Егер адам өзіне уақытында тоқтау салмаса, кішкентай ғана ұшқын үлкен өртке айналады. Сол себепті кейде үндемеу, алыстау, өзіңмен жұмыс істеу ең дұрыс шешім. Бұл қашу емес, бұл қорғау. Бүгінгі жастар еркіндікті жиі алға тартады. Еркіндік жақсы ұғым, бірақ ол жауапкершілікпен бірге жүргенде ғана мәнді. Бұл әңгіме біреуге ауыр, біреуге түсініксіз көрінуі мүмкін, бірақ өмірдің өзі жеңіл емес. Шынайы болмыс кейде жағымсыз шындықты мойындаудан басталады. Сол мойындау адамды тазартады. Мен де осы жазу арқылы ішкі тыныштыққа бір қадам жақындадым деп кейіпкер өз әңгімесін аяқтайды. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы тек қана өмірде болған шынайы оқиғаларды ғана жариялайтын арна. Қазақша арнаға тіркеліп, әңгімеге лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймыз.